Сәлем, достар. Бүгін біз сіздерге табиғаттың ерекше сыйы, қызылша туралы кеңірек айтып береміз. Қызылша тамыры топырақтың тереңінен нәр алып өсетін, сырт көзге қарапайым көрінгенімен адам денсаулығына аса пайдалы көкөніс. Ол мыңдаған жылдар бойы халық медицинасында, тамақтануда және денсаулықты сақтауда қолданылып келеді. Қызылшаның тарихына көз жүгіртсек, ол ең алғаш жерорта теңізі елдерінде өсірілген. Ежелгі гректер мен римдіктер оны дәрі ретінде пайдаланған, ал шығыс елдерінде қызылша қан тазартады, жастық көзі деп аталған. Қызылшаның негізгі ерекшелігі құрамында құнды дәрумендер мен минералдардың көп болуы. Онда темір, магний, калий, кальций, фосфор, мырыш, мыс, сондай-ақ фолий қышқылы, С дәрумені 1, 2, В6 және дәрумендері бар. Сонымен қатар қызылшада бетайн, антоцианиндер және антиоксиданттар кездеседі. Бұл заттар ағзаны зиянды еркін радикалдардан қорғайды, бауыр мен жүректің жұмысын жақсартады. Қызылшаның тағамдық құндылығы да ерекше. Ол аз калориялы болғанымен пайдалы талшықтарға, минералдарға және табиғи қанттарға бай. 100 грамм қызылшада небәрі 40 кал бар, бірақ онда ағзаға қажет энергия мен қоректік заттар жеткілікті. Сондықтан қызылша диета мен дұрыс тамақтану мәзірінің ажырамас бөлігі. Қызылша қан қысымын реттеуге көмектеседі. Оның құрамындағы табиғи нитраттар ағзада азот тотығына айналып, қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады. Нәтижесінде қан қысымы төмендейді, жүрекке түсетін салмақ азаяды. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қызылша шырынын тұрақты ішу гипертониямен күресте тиімді нәтиже береді. Жүрек қан тамырлары жүйесіне тигізетін әсері де орасан. Ондағы фолий қышқылы мен калий жүректің бұлшықет жұмысын реттейді, холестериннің жиналуына жол бермейді және қан тамырларының серпінділігін арттырады. Тұрақты түрде қызылша тұтыну жүрек ауруларының, инфаркт пен инсульттің алдын алады. Қызылша ас қорыту жүйесін де жақсартады. Оның құрамындағы өсімдік талшықтары ішек жұмысын қалыпқа келтіреді, зиянды қалдықтарды шығарады және іш қатудың алдын алады. Сонымен қатар ол асқазанның жұмысын жеңілдетіп, пайдалы бактериялардың көбеюіне көмектеседі. Қызылшада көп мөлшерде антиоксиданттар бар. Олар ағзадағы жасушаларды қартаюдан қорғайды, қабынуды басады және иммундық жүйенің жұмысын белсендіреді. Бұл қасиеті арқылы қызылша ағзаны әртүрлі аурулардан, соның ішінде суық тию мен жұқпалы дерттерден сақтайды. Иммундық жүйені нығайту қызылшаның тағы бір ерекше қасиеті. Ондағы С дәрумені мен фолий қышқылы ағзаның қорғаныс қабілетін күшейтеді, ауруларға қарсы тұруды арттырады. Суық мезгілде қызылша шырынын ішу ағзаны табиғи жолмен қорғаудың ең тиімді тәсілі. Қызылша тері мен шашқа да пайдалы. Оның құрамындағы темір мен антиоксиданттар теріге табиғи рең беріп, безеулердің азаюына көмектеседі. Ал кремний мен мыс шаштың түсуін баяулатып, оны қалың әрі жылтыр етеді. Сонымен қатар қызылша бауыр мен бүйрек жұмысын жақсартады. Ол ағзадан улы заттарды шығарып, бауырды тазартады. Бұл ағзаны детоксикациялаудың ең табиғи және тиімді жолдарының бірі. Қызылшаны тұтынудың көптеген тәсілі бар. Оны пісіріп, буда, қуырылған, шикі күйінде, шырын түрінде немесе салат құрамында жеуге болады. Ең пайдалысы буда пісірілген немесе жаңа дайындалған шырын. Қызылша шырынын сәбіз, алма немесе лимонмен араластырсаңыз, дәмі де, пайдасы да арта түседі. Қызылшаны тұрақты түрде қолдану адамның энергиясын арттырып, жұмысқа қабілеттілігін күшейтеді. Оның құрамындағы табиғи қанттар бұлшық еттерге қуат береді, ал антиоксиданттар шаршауды азайтады. Сондықтан спортшылар мен белсенді өмір салтын ұстанатын адамдар үшін қызылша өте пайдалы. Қорытындылай келе, қызылша жай көкөніс емес, денсаулықтың табиғи қорғаушысы. Ол жүрек пен қан тамырларын қорғайды, ас қорыту жүйесін жақсартады, бауыр мен бүйректің жұмысын реттейді, иммунитетін әсер етеді. Күнделікті тағамға қызылшаны қосу ұзақ өмір мен мықты денсаулықтың кепілі.